Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгін біздің басты мәселеміз мекемелердегі әжетханалар. Бұл Түркістан облысы Кентау қаласына қарасты Құмтүйін елді мекеніндегі Құмтүйін жалпы орта мектебіндегі әжетхана. Яғни ата-аналардың арнайы жіберген суреттері. Оқушылар саны 300-дей шығатын мектептің қыздарға арналған әжетханасында 3 дәрет сындыру орны бар екен. Өкініштісі, ол әжетханаға мұғалімдер де кіреді. Ойлап қарасақ, бұндай қауіпті әжетханаға 5 минуттық үзілісте кім кіріп үлгереді екен? Онымен қоса да даярлық тобының оқушылары тіпті кішкентай болса дағы осы әжетхананы тұтынатын көрінеді. Жақында ғана елімізде баспасөз ақпарат құралдарында жарияланған Тараздағы әжетханаға қатысты бұл мәселе Кентау қаласына қарасты бұл мектепке әлі де әсерін бере қоймаған секілді. Әлде Кентау қалалық білім бөлімі мектептерге жаппай тексеру жұмыстарын жүргізбеді ме? Білім және ғылым министрлігі даладағы әжетханаларға тыйым салып жатқанда, сырттағы әжетхананың ахуалының өзі мынау. Бұл мектеп тазалық тұрмақ, қауіпсіздік ережесіне де бағынбағаны ма дерсің? Осы өзекті мәселені көтеріп жатқанымыз сол ұялы телефонымызға Түркістан қаласында орналасқан халыққа қызмет көрсету орталығының әжетханасының жұмыс істемей тұрғандығы туралы хабарлама келіп түсті. Журналистік топ бірден сонда жол тартты. Расы керек, әжетхананың сыртына жұмыс жасамайды деген жазуды өз көзімізбен көрдік. Сонда делік қызметке барған халық әжет қайда шығарады? Әжет халыққа қажет дегендей, бірінші кезекте әжетханаларға мән берсек деген ойдамыз. Балаларымыз елдің болашағы. Әжетханаларымыз халықтың игілігінің бастысы емес пе? Бұл мәселені ендігі кезекте біз республикалық 25+ арнасында халық талқылауына саламыз. Отау ТВ арнасының 52-ші каналынан көре аласыздар.